Достар, мынау Қытайдағы интернет жүйесіндегі хит болған бала. Бұл 5 айлығынан бастап әкесімен бірге курьер болып жұмыс жасаған. Яғни шешесі ауырып қалғандықтан, күтінуге керек болғандықтан, шешесі қарай алмағандықтан, әкесі баланы өзі курьер болып жүріп алып жүрген. Курьерден сөмкесі бар, сандығы соған сап қояды. Барған жеріне тамақты мотоциклді сыртына тоқтатып қойғанда, осы сандықтың ішіне баланы отырғызып қояды. Қазір бұл ер жетіп қалды. 5 айлығынан бастап осылай курьер жасап, осы баласын бағып келе жатыр. Қазіргі таңда шешесінің де денсаулығы жақсарып, қазір шешесі бір жағынан шешесі қарайды, бірақ сонда да бұл әкесінен қалмай, бірге курьер болып бірге жұмыс жасап жүр. Құрметті достар, Қытай дамып кетті, бірақ ел болғаннан кейін оның ішінде аласы да болады, құласы да болады деген сияқты. Осындай қиыншылықпен жұмыс жасап, ақшаларын тауып, күнін көріп жатқан қытайлар өте көп. Жалпы айтқан кезде Қытайда жан бағу өте қиын. Сондықтан олар өкіметке, елге ешқандай оларға өкпелеп, ренжіп, претензиясын айтпайды, өз күштерімен жандарын бағады. Құрметті достар, осындай қажырлықпен жұмыс істейтін азаматтарға құрметпен қарайық, және осының отбасына, баланың болашағына тілектестік білдірейік. Достар, осы сияқты ақпараттарды мен күнделікті салып отырғым келеді. Сіздерден маған ең үлкен көмек лайк басып, комментарий жазып, осы видеоны достарыңызға бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Біз қоштаспаймыз.